Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін сендермен кешегі тапсырманы талқылайтын боламыз. Яғни 3-ші тараудың соңғы жаттығулары орындап жатырмыз. Бұл бізде 6-шы сыныптың 31-ші бетіндегі жұмыс дәптері. Ендеше кеттік. Яғни бірінші тапсырмада complete the questions and the short answers, яғни present continuous бойынша сұрақтар қойып, оларға қысқа жауаптар беретін боламыз. Біріншісі, мұнда кешегі ережені ұмытпаймыз. Мұнда мен сіздерге ережесін барлығы түсінікті болу үшін негізгі ережесін жазып кетейін. Осыған қарап өздеріңіз орындауларыңызға болады. Аймен жазайық. Міндетті түрде баяндауыш қосамыз. Оған етістіктің өткен формасын ing қылып қосамыз. Арғарай баяндауыш или толықтауыш кете береді. Дәл осы форма бойынша істесеңіздер, сіздерде present continuous нақ осы созылмалы шақ дұрыс болады. Яғни бірінші тапсырмада бізде is деп жазайық. Одан кейін getting up now. Яғни ол тұрды ма? No, he isn't. Is not. He isn't деп қысқартасыздар. Екінші тапсырмада дәл осылай. Бұнда зеймен берілген. They watching film. Осылай қойын, олар фильм көріп жатыр ма? Yes, яғни they are. Үшіншісі де дәл осылай. We having. Yes, we are. Төртіншісі. Төртінші тапсырмада is. She talking. Яғни talk деген сөзге қосып отырмыз. ing қосамыз. Yes, she is. Сен сөзді қолданасың ба деп сұраймыз. You use. No, I am not. I am not. Yes. Eating. Yes, it is. The sales, яғни көпше түрде тұр. Болады. Swim, яғни жүзу. Жүзу деген сөзге ing қосамыз. Swimming. Yes, they are. The bearded, яғни жекеше түрде тұр. Yes,
crunchy. No, it isn't. Is not. Осымен 5-ші тапсырмамыз аяқталды. 6-ші тапсырмада, яғни сөздерді рет-ретімен қоямыз. Мұнда мен жаза салайын. Сіздер сол бойынша жазыңыздар. Hello дейді. Яғни hi Alex. Яғни бұл бізде бір. Екі бізде hello. Екі. Үш. Hi Alex, it's Clara. Яғни сәлем Алекс, бұл Клара. Екіншісі сәлем Клара, қалың қалай. Үшінші, мен өте жақсымын. Сен дәл қазір не істеп жатсың? Сен дәл қазір не істеп жатсың? Мен дәл қазір, яғни теннис паркіндемін. Төртінші, бес. Are you having, сен жақсы уақыт өткізіп жатсың ба? Бес. Си, я. Алты. Би, жеті. Осымен 6-ші тапсырмамыз аяқталды. Ары қарай жалғастырамыз. Бізде 7-ші тапсырма. Яғни жабайы өмірдегі фотоларды салыстырамыз. Яғни writing. Бұның бәрі уақыт алатын сияқты. Міндетті түрде текстті оқып аударып шығыңыздар. Мен мұнда жаза салайын. Бірінші. Standing деген бізде. Екі. Яғни жоғалу деген. Жетінші. Because. Алты. Аталады. Бес. Фото бізде бір. Live. Төрт. Қорғау. Protect. Сегіз. Және соңғысы бізде үш. Осымен 3-ші тақырыптың соңғы жаттығулары аяқталды. Егер сіздерге ұнаса лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, өздеріңіздің ұсыныстарыңызды қалдыруға болады. Сіздердің лайктарыңыз және комментарийларыңыз мен үшін өте маңызды. Маған дәл осындай видеоларды түсіруді жалғастыру керек, немесе жалғастырмау керегі туралы айтады. Сондықтан лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Сау болыңыздар.